Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді таңғы асқа тойымды осындай жұмыртқадан пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Алда көптеген видео рецептермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде мені жоғалтып алмас үшін YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мына заттарын дайындап алдым. Мен осы пицца үшін менде 3 дана шұжық керек болды. 3 дана шұжықты жақсылап осылай дөңгелекше етіп турап алдым және туралған шұжықтарды тәрелкемізге жайғастырып шықтым. Енді бір дана қызанағымызды да дәл осылай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Майда етіп тураймыз, ірі болып кетпеу керек. Майда етіп турап аламыз. Дәл осы видеодағындай турап алдым. Енді осы туралған қызанақтарымызды да тәрелкемізге жайғастырып шығамыз. Осындай ірімшікті үккіштің майда жағымен өткізіп алдым. Мендегі сыр кома сыры, ерейтін әрі табиғи таза сыр, таза ірімшік. Дәл осы ірімшікті дәл осылай өткізіп алып, оны да тәрелкемізге салып қоямыз. Енді осындай кесемізге осы 3 дана жұмыртқамызды жарып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне дәл осылай араластырдық. Енді табамызды отқа қойып, кішкене ғана сұйық майымызды құямыз. Үстінен шұжықтарымызды салып қозғап аламыз. Үстінен қызанағымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Әдемі болып қызарып қуыруы керек. Дәл осының үстінен бағанағы жұмыртқамызды, араласқан жұмыртқамызды құйып алдым. Енді осының үстінен үккіштен өткізілген сырды салып, сырларымызды салып аламыз және бетін жауып 5 минуттай тұрғызып қоямыз. Өйткені сыр еріп, жұмыртқаның үсті пісу керек. Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Өте дәмді әрі ерекше таңғы астардың бірі, әрі оп-оңай жасалу жолы. Сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видео рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, бұдан да басқа рецептердің түрлері өте көп. Кіріп қарап көріңіздер, достар. Видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды, достар. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.